Жылдам хабарнама қазақстандықтар үшін жақсы жаңалық. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Қарағандыда 18 жасқа дейінгі балалар автобуста тегін жүреді. Қалада 7 жастан 18 жасқа дейінгі 110 мыңға жуық тұрғын бар. Қарағандыда 18 жасқа дейінгі балалар мен жасөспірім қаладағы қоғамдық көлікте тегін жүреді. Бұл туралы Қарағанды облысы әкімі Ермағанбет Берікбаев номер 44-ші апатта мектептің педагогикалық ұжымы мен оқушылардың ата-аналарынан кездесуінде мәлімдеді. Өңір басшысы Қарағандыда автобустарды жаңарту мен электронды билеттердің енгізілуіне байланысты оқушыларға тегін жол жүруін қамтамасыз етуді тапсырды. Оның айтуынша, бұл шара отбасыларға, әсіресе көп балалы отбасылар үшін үлкен қолдау болмақ. Әкімнің тапсырмасы іске аса, Қарағандыда 7 жастан 18 жасқа дейінгі 110 мыңға жуық бала қалалық автобустан тегін жүреді. Оқи отырыңыз, ауданға баруға мәжбүрміз. Қарағанды облысындағы ауылда немесе дәрігер жоқ. Қарағанды облысындағы ауылда неге дәрігер жоқ? Өңір басшысы 1948 жылға номер 44 апатты мектептің ғимаратты қалпына келтіруге келмейтінін, оның орнына жаңа ғимарат салынғанын айтты. Оқушылар менен мұғалімдер 600-ге жуық оқушыға арналған номер 64-ші мектепке ауыстырылды. Әкімдік орын тапшылығы жоқ екенін айтып отыр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар.